мемлекеттік қызметке қабылдау негізінен конкурс арқылы жүзеге асады. Алайда тәжірибеде мемлекеттік қызметтен түрлі себептермен кеткен, бірақ 10 жылдан астам үздіксіз еңбек өтілі бар тәжірибелі мамандарды қайта тарту мәселесі өзекті болып отыр. Осыған байланысты сұрақ: неге заң жобасында мұндай тәжірибелі кадрларды конкурс өткізбей қайта тағайындау мүмкіндігі қарастырылмаған? Екіншіден, тәжірибелі және ұзақ жыл мемлекеттік қызметте жұмыс істеген қызметкерлерді қолдаудың жаңа әлеуметтік құралдарын енгізу заң жобасында неге жеткілікті деңгейде қарастырылмай отыр? Мысалы, темір жол немесе әуе тасымалы секілді көлік шығындарының бір бөлігін өтеу, өзге де тартымды әлеуметтік жеңілдіктер сияқты. Рахмет. Рахмет, Екатерина Сергеевна. Негізінде бізде бұл мәселелер қарастырылды. Яғни, егер ротация арқылы немесе басқа орталықтан өңірге ауысатын болса, біз жаңағы көлік ақыларын және қосымша оның жүктеріне төлеу осы алдағы уақытта қарастырылып отқан заң жобамызда бар. Ал енді мемлекеттік қызметтің 10 жылдан аса өтілмен кеткен, бұл енді біз қайтадан айналып Конституцияның қазіргі кездегі бабына келеміз. Мемлекеттік қызметшілердің барлығы мемлекеттік лауазымға тең құқылы түсуі керек. Сол себепті біз ешқандай шектеу немесе бір құзырет бере алмаймыз.